بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, бүгінгі жұма күнгі уағызымыздың тақырыбы жүрек тазалығы, иманның нұры. Жүрек тазалығы. Не үшін жүрек тазалығы дейді? Адамзат баласының ең бірінші қымбат қазынасы дейді, сыртқы көрінісі, жалған дүниесі де емес, кеудесінде соғып тұрған жүрек екен. Яғни Алла тағала біздерді бұл дүниеге келтірерден алдын аналарымыздың құрсағында жатқан кездері осы жүрек деген соғысу, жүрек соға бастап, бұл дүниеге пенде болып дүниеге келуімізге себепкер болғаннан кейін бесіктен жер бесікке жеткен сейінгі аралықта бізді әр уақытта алдыға тартып жүретін, бізді әр уақытта жетелеп жүретін жүрегіміз екен. Бірақ мұсылманның, Аллаға иман келтірген мүминнің жүрегі қандай болу керек? Аллаға иман келтірген мүминнің жүрегі ол оның айнасы. Егер де кімде-кім барлығын жүрексіз істейтін болса, құлшылық амалдарын, ол құлшылық амалдары, ғибадаттары қабыл болуы өте қиындау болуы мүмкін, немесе екі талайы. Себебі неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, адамзат баласының денесінде бір кесек ет бар дейді. Егер де ол кесек ет түзу болса, ол адамзат баласы түзу болады дейді. Ол не нәрсе дегенде, ол жүрек деген. Хадисті имам Бұхари риуаят еткен. Сол себепті бұл жерде, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі сол себепті бұл жерде жүректің тазалығы, жүректің маңыздылығы мүмин үшін, мұсылман пенде үшін өте аса маңызды. Ал егер де кім жоқ аса маңызды емес, ең бастысы намаз оқысам болды ғой дейтін кейбір бауырларымыз бір қателескен. Я, намаз оқығаны жақсы, машалла, оған ешкім қарсы емес. Оны ешкім, бірақ сен намазды оқығанда не барса соған жүрегіңді ықыласын салу керексің да. Өйткені сен намазға әкеліп тұрған амал қай орган? Сізді Аллаға шүкір аяқ қолыңыз бар, сау, ақылыңыз бар. Сол ақылыңыздың ең үлкен неғметі иман неғметі арқылы сіз келіп тұрсыз. Сол бұл жерге сізді мешітке ешкім қинап тұрып, немесе қол аяғыңызды тастай байлап тұрып, кісендеп тұрып әкеліп отырған жоқ. Дұрыс, келдің, жақсы, машалла. Бірақ оған қоса жүрегіңмен оқыған жақсы. Енді жүректің түрлері, қарап отырсаңыздар, түрлері көп дейді дін бойынша. Бұл қолбун салим Құранда айтылған тағы бір түрі бар. Бұған байланысты аятты айтатын болсақ, Шуара сүресінің 88-89 аяттарында Estağfirullah. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ дейді. Ол қиямет күн сондай күн дейді, ол күні ешқандай да мал, мүлік, дүние, бала-шаға пайда бермейді дейді. Тек қана кімде кім сау жүрекпен келсе дейді. Себебі неге? Адамзат баласы, олыңыз ер кісі болсын, әйел адам болсын, бой жетті, ер жетті, әрқайсысы үйленді, бірақ та мұсылман болды, бірақ мұсылман бола отыр кейбірлер алады да, олай сақтасын, бала үшін, балам үшін, қызым үшін, балам үшін дейді де, бүкіл дүниесін бәрін салып, уақытын бәрін кетіріп, ақыр соңында дүниеден өтіп кетеді, бірақ баласы, ұлы болсын, қызы болсын, оның қадірін білмейді.
Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әр уақытта не деген? Балаларыңды өздерінің жоқ күндерге тәрбиелеңдер деген. Кейбір ата-аналардың сондай бір түсініксіз, қате түсініктері сондай, әр уақытта балаға қамқоршы бола беру керекпін деп ойлайды. Жоқ. Кімде-кім қамқоршы боламын деп ойлайтын болса, ол бала емес, ол паразит тәрбиелеп жатыр. Оған қоса жаңағы 15-тегі болсын, 45-ге келген баласы болсын, 50-ге келген баласын соған жаңағы қамқорлық қыла береді. Жоқ, субханалла. Сен балаға Алланың бар екенін үйрет, қазақтың тәрбиесі бойынша 4 нәрсені үйрет: обал, сауап, күнә, ұят деген нәрсені үйрет. Мықты болсаң шариғат тіліндерін үйрет. Әрине бала оқитын болса, тыңдайтын болса, соған жүретін болса, содан кейін әрмен қарай жібер. Ал өкінішке олай көп ата-аналар істейді. Балама қамқорлық қыла берейін дейді де. Бала әлгі ата-ана Алла тағаланың құлы емес, бала жағасының құлы болып кетеді да. Ол өмірде бар ма? Ол өмірде бар. Жан-жақтарына қарасаңыздар, тума-туысқан болсын, кім болсын, ол болсын, қоғамда соған байланысты мысалдар өте көп. Енді бір түрі жаңағы сау жүрек болатын болса, тағы бір түрі дейді, тәуба еткен жүрек дейді. Ол қандай еді? Саузу билла. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Кім дейді, көрмесе де, кім көрмесе де Рахманға шын ықыласымен қорықса дейді, және қандай түрде дейді, тәуба еткен жүрекпен. Яғни адамзат баласы алдында айтылғанда ер жеткеннен кейін ұлы болсын, қызы болсын, жігіті болсын, қызы болсын, басқасы болсын, әрқайсының өмірлік жолы болады. Әртүрлі бір істер істейді, мейлі жақсы болсын, жаман болсын, бірақ әрине оның ішінде қайсысы көбірек деп ода? Жаман істер көбірек болады. Әртүрлі бұзақылық болсын, майда да, үлкенді, күшлі, жасырынды, жария күнәлар болады. Солардың бәрінен әлгі пенде тәубе ету керек екен да. Алла тағала, мен пәленше бір уақытта, пәленше бір кісіні, пәленше бір жұмыстасымды, бауырымды, туысымды соған сөйлеп қойып едім ғой, немесе ұрып қойып едім ғой, немесе оны былай хақын жеп қойып едім ғой деп, бірінші солардан кешірім сұрап, содан кейін барып Алладан кешірім сұрау керек. Көбісі ойлайды, біреуге қиянат қылсаң, Алладан кешірім сұрасаң кешіріледі дейді. Жоқ, ол қате. Алла тағала өзіне байланысты нәрседе, құлшылықта, иман келтіруде кешіру мүмкін. Бірақ пенде мен пенденің арасындағы нәрседе Алла тағала ол жерге себепкер бола алмайды. Болғанда мүмкіндігінде емес. Яғни Алла тағала пенделердің арасындағы біріне деген бірінің хақын зұлымдықпенен, күштікпенен, зорлықпенен, айлакерлікпенен, қулықпенен, көре алмаушылықпенен, хасатпенен бір-бірінің хақын жеп қойған болса, Алла тағала әуліге бірінші сол жерде мазлұмдық, яғни жаңағы зұлымдыққа ұшыраған пенденің мейлі кім болса он болсын, міндетті түрде мұсылман болсын деген жоқ. Кез келген әхіл китап болсын, дінге келмеген адам болсын, жахил адам болсын, надан адам болсын, басқа діндегі адам болсын, соның хақын алып береді екен да. Тәуелсіздік алған жылдары көптеген мұсылман бауырларымыз осы дінді дұрыс түсінбегендіктен, надандықтан, бауырларымыз, бірақ надан бауырларымыз не істеді? Дінді бұрмалады. Мұсылман адамды сыйласаң болды, басқаларға түкіргенің бар деген сияқты қарым-қатынас қылды. Сол себепті өкінішке орай дінге көп сөзі келді. Ол кім болды? Мәселе діннің кемшілігінде емес, мәселе дінді ұстанған бауырларымыздың надандығында болып тұр да, құрметті жамағат. Сол себепті тәуба еткен жүрек әлгі адамдардан кешірім сұрайды бәрінен. Онан кейін тағы бір жүректің түрі дейді, мына Құранның аяттары бойынша жай тапқан жүрек, яғни тынышталған жүрек. Бұл тынышталған жүрек деген қандай? Аллазина аману, астағфирулла. Аллазина аману. Мына алдындағы жаңа мойынсұнған жүрек, яғни тәуба еткен жүректің сипаты, оларды қиямет күнінде Алла тағала, шын мәнінде Алла тағалаға тәуба еткен жүрегімен қорыққан адамдарға Алла тағала қиямет күнде жәннатқа мәңгі қалған күйде кіріңдер, және сендер үшін қалаған заттарының барлығы артығымен бар дейді. Көрдіңіздер ме, құрметті жамағат? Яғни Алланы, Рахманды көрмей тұрса да қорқады. Мысалы біздер енді Алла тағаладан қорқамыз дейміз көптеген адамдар, бірақ өкінішке орай қорықпайды.
Ол айтпайды қорықпаймын деп. Ол қорықпағаннан кейін бірінің бірінің хаққына кіреді, астағфирулла. Бірінің бірінің хаққына кіреді де, бірін-біріне тіл тигізеді. Онан қалса жаңағы ана көбісі ойлайды ғой, енді адамзат баласының ішінде әйелдер көре алмаушылығы жоқ. Мен айтам, еркектің көре алмаушылығы әйелден асып кетеді көп жерде. Еркек просто өзінің көре алмаушылығын ол өте сондай не дейді, орысша айтқанда словоблудие дейді, сондай сөздермен алмастырып қояды. Жаңа бұл бизнес, анау саясат дейді, анау қыртшыт, Құдай сақтасын, әйтеуір сондай әртүрлі аттар табады да, өзінің көре алмаушылығын жасырады да, бірақ көре алмайды. Өйткені пайғамбарлардың ұрпағы Юсуф пайғамбардың өзін қасындағы 12 бауырлар көре алмаған. Құранда соның қиссасы целый бір сүре бар, Юсуф сүресі деген. Сол сияқты қазіргі кезде көре алмаушылық бар ма? Қазірде де бар. Ол міндетті түрде кәпір болу деген шарт емес, мұсылмандардың ішінде де бар. Сол себепті жүрек не істеу керекпіз біздер? Жүректі қараңыздар, мынада күшті айтылған екен. Ең бірінші жүректі қараңыздар, риядан тазалау керек. Яғни показуха, көз бояушылықтан тазалау керек. Онан қалса тәкаппарлықтан тазалау керек. Онан қалса қызғаншақтықтан тазалау керек. Оны кім тазалау керек? Еркектердің әрқайсысы тазалау керек. Мұнда міндетті түрде әйелдер тазаласын деген жоқ. Оны еркектер қайта-қайта тазалап, көбірек мән беру керек. Көбісі айтуы мүмкін ғой, намаз оқысам болды ғой. Намаз оқыдың, ол сенің физически де хақыңды бердің. Бірақ та сен намаз оқып жүріп, біреуді көре алмайды екенсің. Біреуге хасат қылады екенсің. Немесе оның айтатын ол сияқты ақиқат жүз айта алмайды екенсің, бірақ ішінде сол сияқты тыржыңдайтын болсаң, сен мұсылман болсаң да, ібіліс сияқты, астағфирулла, ібілістің сипаты бар мұсылмансың.